Армысыз ағайын, сіздер Жапонияның өркендеуіне үлес қосқан, кәсіпорындарының сапасының әлемдік деңгейге шығарған атақты Эдвард Деминг жайлы естіген боларсыз деп ойлаймын. Естімесеңіз, сол кісі жайлы ізденіп көріңіз. Сол кісінің ең керемет кіргізген теориясының бірі Деминг цикл деп айтылады. Оны ағылшынша PDCA дейді. Plan, Do, Check, Act. Мен оны қазақша ЖЖТЖ деп аудардым. Енді соның қазақшасын айтып берейін, қарапайым тілмен. Және бұл өте керемет теория. Бұлай қарасаңыз, өте қарапайым ғана нәрсенің бүкіл Жапонияның өнеркәсібіне, сапасына, басқару стиліне өзгеріс әкелген кез келген ұлы дүниелер қарапайым болып шығады ғой. Енді кеттік сол. PDCA-ді қалай талдауға болады? Ең біріншісі жоспарла. Кез келген істі алдын ала цифр тілімен жоспарлап алу керек дейді Деминг. Не істесеңіз де, айдың басы болмаса бір жобаға кірісейін деп жатырсыз. Айталық, денсаулығыңызды түзету үшін бір нәрсемен айналыспақшы болдыңыз. Айталық, салмақ тастамақшы болдыңыз. Болмаса өзіңіздің күш қайратыңызды арттырмақшы болдық дейді. Кез келген нәрсені алдымен жоспарлау керек. Жоспарлағанда онда міндетті түрде цифр болуға тиіс. Цифр тілімен сөйлемеген кәсіп емес. Мен үнемі осылай айтамын. Көп айтады, көп жасаймыз, тез жасаймыз, өткен айғарында жақсы жасаймыз, сапалы жасаймыз. Бұның бәрі бос әңгіме. Нақты, осы айда қанша табыс табам, ол үшін қанша сатылым болады, қанша өнім өндірем, әр өнімнің рентабельності қанша болады, қанша жарнама берем, ол жарнаманың сапасы қандай болады, ол жарнаманың былайша ғылым тілімен айтқанда CTR, жарнаманы қанша адам көріп, қанша адам соған клик басады. Сайтқа қанша адам кіреді, сонша адам контактысын қалдырады, оны конверсия дейді. Түбі қанша адам сатып алады. Сонымен кез келген нәрсе бірінші жоспарлау керек. Екіншісі жасау керек. Жоспарланған нәрсені жасау керек. Бәрі күн-күнге, ай-айға, апта-аптаға бөлінгеннен кейін әр нәрсені істейтін өзінің жауапты адамдары бар. Оны қалай істеу керек екені жайлы нұсқаулық, инструкциясы бар. Сол бойынша жасау керек. Мысалы, біз Инстаграм жүргізу, ютубқа видеолар түсіру, Инстаграмда сторис жазу, пост жазу, соның бәрін бір айға жоспарлап қоямыз. Осы аптада мынаны, келесі аптада мынаны, үшінші аптада, төртінші аптада осындай жарнамалар саламыз деп. Және осы аптада дүйсенбі күні, сейсенбі күні, сәрсенбі күні не салынатыны, ол не жайында болатыны, оның мәнісі не екені алдын ала жоспарлануға тиіс. Саны, және ол мысалы жарнама бергеннен кейін оны әшейін ғана бермей, мысалы Инстаграм болса, просмотр көретін адам қанша болуға тиіс, ақыбат қанша болуға тиіс, кері байланыс қанша беру керек, қанша адам лайк қою керек, ұнады деп, қанша комментарий жазылу керек. Түбі осыдан қанша клиент келу керек. Осының бәрі цифр тілімен жоспарлану керек. Үшіншісі талдау дейді. Чек, талдау. Яғни жасағаннан кейін, мысалы бір күннен кейін ертеңді айтамыз. Кешегі берген жарнамада қанша адам көрді, осынша адам жоспарлап едік. Сонша адам көрді ме? Салған видеоны, жазылған посты, болмаса жіберген таргетинг жарнамасын қанша адам көрді. Ол жоспарға сәйкес пе, сәйкес емес пе? Соңын талдаймыз. Егер сәйкес болса, окей, жақсы. Егер жоспардан төмен болса, ауытқу. Оны мен айтам, үнемі ауытқу. Жоспар, факт, ауытқу. Ауытқу кейде көп те болып кетуі мүмкін. Екі есе үш есе көп болуы мүмкін. Негізгі оған да қуануған дұрыс емес. Яғни біз дұрыс жоспарлап жатқан жоқпыз. Мысалы айталық, сіз OLX-ке бір жарнама бердіңіз, содан бір күндік жарнамаңызға, болмаса таргетингке, мысалы 150 адам контакт қалдыру керек еді. Шынығында 150 емес 400-500 қандырды. Яғни біз нарықты білмейміз деген сөз. Жарнамамыздың мәтіні қалай болу керек, бәсекелестің күші қандай, оның осал жері қандай, осының бәрін есептеп, өзінің тұтынушысын жақсы білетін адам, және де мына технологияны, таргетингті, Инстаграмды, ютубты жіберген контекст жарнаманы жақсы білетін адам, бір сөздің құны қанша тұратынын, осыны түгел талдай алатын адам дұрыс жоспар жасайды. Бұл тура нысанаға атқан сияқты ғой. Атасыз 9, 10, 8, 9, 10-ға тиісеңіз жақсы. 10-ға тигізсеңіз дәл керемет. 150 дедіңіз, 150 шықса айтасыз, біз дұрыс жоспарлаппыз. Ал егер кем болса, 150 болады дедіңіз, орнына 50 уақыт болды. Болмаса 30 ғана болды. Сол кезде себебін іздеу керек. Нақты себебі неде? Мәтін дұрыс болмады ма? Жіберілген аудитория дұрыс таңдалмады ма? Ішіндегі видео дұрыс болған жоқ па? Тағы қандай кемшіліктер болды? Осыны отырып алып, талдау жасау керек. Талдағаннан кейін
барып мұның шешімі. Бұны қалай ауытқуды жоямыз, нағыз жоспарға қалай сәйкес келеді. Талдап алғаннан кейін, жоспарлап алғаннан кейін, содан кейін сөйтіп жетілдіреміз да. Жетілдіреміз, енді айтамыз, енді жоспар құрамыз. Так, видеоны қайтадан түсіру керек, видеомыз нашар болды, мәтін нашар болды, офер, аудитория дұрыс таңдалған жоқ, болмаса сату бөліміндегі менеджерлер дұрыс сөйлей алмады деген сияқты жаңа жоспарлаймыз да. Енді осы үшін мынандай копирайтерді жалдаймыз, болмаса миға шабуыл, мозговой штурм жасап, тағы да бір жаңа 5-6 нұсқасын жасап жібереміз деп. Былай қарағанда қарапайым ғана еді, жоспарла, жаса жоспарланған нәрсені, талда, оның кейін жетілдір. Сол кезде көптеген негізгі демингтің осы цикл демингі деп айтады, шыққаннан кейін көптеген адамдар айтқан, ода тұрған не бар? Қарапайым нәрсе да. PDCA, plan, do, check, act. Бірақ қызық болғанда өзіңізге де есеп беріп көріңізші, және де басқа да осы кәсіппен айналысып жатқан, жалпы менеджментпен айналысып жатқан адамдарды қарасаңыз, 90% жоспарламайды. Мөлшермен, тез сен жарнама бер, сен видео сал, сен сату бөлімін құр, сен пост жаз, сен сайттың контентін жаса, сайтты жібер деп айтады. Бір-біріне жоспарға тапсырма береді, содан кейін айту қайдан шықса одан шықты. Ең маңыздысы жоспарлау, содан кейін фактімен салыстыру. Сол кезде ғана сіз кемшілік жерін көре аласыз. Сол кезде ғана жетілдіре аласыз. Нақты кемшілігін білгеннен кейін. Сондықтан компанияда қандай тірлік істелсе де, ол алдын ала жоспарлануға тиіс. Бір жылға жоспар, кварталға жоспар, 3 айға, айлық жоспар, апталық жоспар, кез келген істе. Сонда барлық істер дұрыс жоспарланса, әрбір іс істелгеннен кейін уақытында белгілі мерзімде бір істерді бір күннен кейін тексеру керек. Ал енді кейбір істерді бір аптадан кейін, кейбір істерді өзінің уақытында, мысалы біз запуск жасадық 3 күннен кейін деп айтады. Мысалы біз вебинар өткіздік, вебинарға қанша адам келді, қанша адам көрді, қанша адам ортасынан шығып кетті, қанша адам соңында дейін жетті, қанша адам контакт қалдырды, қанша адам алдын ала төледі. Осының бәрі жоспарлауға тиіс. Сонда айтамыз, біз мүлт кеттік. Қай жерден мүлт кеттік? Неге? Осы ең бастысы осы. Неге кемшін болды? Неге ойдағыдай болмады деген сұраққа жауап тауып алмайынша сараптама жасалу керек. Соған қатынасып жатқан адамдар, соны істеп жатқан адамдар жиналып, осы сұраққа жауап іздеу керек. Өздері таба алмаса, басқа мамандардың көмегіне жүгіну керек. Біз осылай жасап едік, мынау болмай жатыр. Сіз қалай айтасыз деп. Одан тұрған ұят ештеңе жоқ. Адамның, маманның бәрін білуі мүмкін емес. Бәрі осыны мойындайды. Я, көп жағдайда жоспарламайды екен. Жоспарламағаннан кейін оны салыстыратын да ештеңе жоқ. Айтыңыздар, бизнес цифр тілімен сөйлемесе, ол бизнес емес. Белгілі уақытында бәрі есеп беріп отыру керек. Есеп бермесе, талданбаса, ода өсу болмайды. Өсу үшін міндетті түрде талдап, соның кейін үнемі келесі жоспарға, келесі циклдағы жоспарға сәл жоғарырақ қойып отыру керек. Егер менің осы берген кеңесім сізге ұнаса, көңіліңізден шықса, лайк қойып, комментарий жазып, және осы берілген ақпарат керек-ау деген кісілердің бәріне тарата жүріңіздер. Ақсұңқар құс астындағы жемін шашып жейді дейді. Қара құс қана астында басып жейді. Мен де шамам жеткенше ақсұңқар болып, жинаған білім, тәжірибемен сізге міне тегін бөлісіп жатырмын. Сіз де бөлісе жүріңіз. Келесі посттарда, келесі видеоларда қандай тақырыпты қозғағанды қалайсыз, оны да жаза кетіңіз. Барлық қазақ байда бақуатты болса екен деп, бүгінгі осы видеомызды аяқтаймыз.